Кетпей отырған қонақтардың барына тағы да бір сәлем. Ал енді келіңіз, құрметті Фатима апа, келіңіз. Келіннің бетін ашатын, келіннің бетін қазір кімге ашқызамыз? Өзіңіз ашасыз ба, или ниет қылған біреуіңіз бар ма? Мынаны шешіп жіберіңіздер, жеңгелеріміз. Кім ашады? Кім ашады? Өзі ашсын да. Пәленше ашты, соған тартып кет деген әңгіме болмасын кейін, 5 жылы үйдің тірлігін істеп жүрсіз ғой. Жаңадан түскен жас келін білмейді үйде не зат қайда тұрған. Сол 35 жыл бойы істеп жүрген жұмысыңызды ертең азында тұрып өзіңіз істей берсеңіз. Иә деп қойып қымата, шабала бұрайықшы. Әзілғанда келін бетін ашып, маңдайынан сүйіңіз, маңдай жарық болсын деп, таңдайына түкіріп қойыңыз, өзіңізге тартсын деп. Қол соғайық. Бәрекелді. Ал енді оқтауды